Танымал журналист Гүлмира Әбіқай Алашорда YouTube арнасына берген сұхбатында Атырауда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен отбасы жайлы тың деректермен бөлісті. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Сұлтанның түрін бәріміз фотороботтан көрдік қой. Ал Әсила апай, ол ешқашан бізбен бірге отырыста болған жоқ. Алғашында алып қашып кеткен соң, құда болып бір-ақ рет келді. Одан кейін араласпадық дейді ол. Мен құдағиыңыз сіздерді кінәлап жатыр ғой десем, біз барайық десек, Ақбаян келмеңдер деп айтатын. Шынын айтсақ, қызымызды 4-ші баласын босанған кезде бір-ақ рет көрдік. Ал 5-ші баласын босанғанын тіпті көрмедік. Себебі Ақбаян, келмеңдер, енем мен Сұлтан солай айтты деп жолатпады, дейді. Әлбетте, Ақбаянның өзі солай айтқан соң, қыздың төркіні жақындамаған. Бір қызығы, ең жақын туыстарының өзі, күйеу баласының түрі қандай екенін есіне сақтай алмай, мінезін білмей отырса, оны көршілер мен өзге адамдар қайдан білсін? Шынында да, томаға тұйық, ешкіммен араласпайтын отбасы болғаны айтылады. Дәл осындай отбасына қатысты адамдар мен учаскелік полиция күдікпен қарауы керек емес пе? Деді журналист. Қадірлі көрермендер, бұл сұхбаттан кейін ойға қалатыны, бір отбасының тым тұйық өмір сүріп, айналамен мүлде араласпауы қаншалықты қауіпті болуы мүмкін екені. Туыстарының өзі күйеу баланы бір рет қана көріп, кейін мүлде байланыс болмағанын айтуы қалыпты жағдай ма? Қалай өзі? Шын мәнінде бұл дабыл қағатын белгі шығар. Қыз төркінінің келмеңдер деген сөзге сеніп, жақындамай қалуы да түсінікті. Себебі көп отбасыда ішкі тәртіпке араласпау деген түсінік қалыптасқан. Бірақ дәл осындай үнсіздік кейін трагедияға әкелуі мүмкін екенін бұл жағдай анық көрсетіп отыр. Журналист көтерген сұрақ орынды деп ойлаймын. Мұнда жабық, ешкіммен араласпайтын отбасы назардан тыс қалмауы керек еді. Бұл біреуді кінәлау үшін емес, алдын алу үшін қажет. Учаскелік полиция, әлеуметтік қызмет, тіпті ауыл, көрші деңгейінде де адам тағдырына бейжай қарамау маңызды. Қазір бәрі болған соң айту оңай, бірақ осы оқиға қоғамға бір сабақ болса екен дейсің. Өздері біледі деп сырт айналу кейде орны толмас өкінішке әкеледі.